Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар оқушылар? Каналға жазылып қойды ұмытпаңыз, біз сабақты бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Оқулықтың 79-80 беттері. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Өрнек берген бізге. Өрнектің мәнін табамыз. Тапқаннан соң біз Дина Нұрпейісованың Құрманғазы Сағырбайұлына қанша жаста шәкірт болғанын анықтаймыз. Міне балалар, бізге әуелі жақша ішіндегі сандарды орындаймыз. Бұл жерде бірінші көбейту амалы орындалады. 28 бен 6-ның көбейтіндісі 168-ге тең. Екінші амал азайту амалы жүреді. 958 бен 168-ның айырмасы 790-ға тең. Үшінші 790 мен 700-ның айырмасы 90-ға тең. Ең соңғы бөлу амалы 90 мен 10-ның бөлінісі 9-ға тең. Сонда балалар, Дина Нұрпейісова Құрманғазы Сағырбайұлына 9 жаста шәкірт атанды. Балалар, енді екінші тапсырмаға қараймыз. Оқулықта балалар бізге бағандап көбейту арқылы көрсеткен. Біз бағандап көбейтуді орындамай тұрып, әуелі көбейтудің компоненттерін есімізге түсірейік. Көбейтудің компоненттері көбейткіш, көбейткіш және көбейтіндінің мәні. Бұл жерде 165 пен 3-тің көбейтіндісін табуымыз керек. 165 деп отқанымыз бірінші көбейткіш, 3 дегеніміз бұл екінші көбейткіш. Бағандап есептеу үшін балалар әуелі бірліктерді көбейтіп аламыз. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15-ге тең. 5-ті жазамыз, 1-ді ойымызда сақтаймыз. Екінші, ондықтарды көбейтеміз. 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18-ге тең. Ойдағы 1-ді қосқанда 19-ға тең. Бұл жерде біз 9-ды жазып, 1-ді ойымызда сақтаймыз. Енді ең соңғы жүздіктерді көбейтеміз. 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3-ге тең. Ойдағы 1 мен 4. Орнына қоямыз. Сонда балалар, бұл жерде көбейтінің мәні 495-ке тең. Енді керісінше бұны бөлу арқылы тексереміз. Әсі есептің 495 пен 3-тің бөліндісі. Бөлудің компоненттері бөлінгіш, бөлгіш және бөліндінің мәні. 495-ті 3-ке бөлу үшін бірінші жүздіктерді бөлу аламыз. 4 пен 3-тің бөліндісі 1-ге тең. 4-тен 3-ті азайтамыз балалар. Және 1-дің жанына 10-дық, мына 9-ды қасына түсіреміз. 19 пен 3-тің бөліндісі 6-ға тең. Ал 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18-ге тең. 19 пен 18-ның айырмасы 1-ге, 1-дің жанына 5-ті түсіреміз сонда балалар. 15 пен 3-тің бөліндісі 5-ге тең. Міне осылай бөлу арқылы тексеруге болады. Келесі мәтін есепке қарайық балалар. Есепті сұрақпен толықтырып, оны шығар. Сұрақтың бірнеше нұсқасын ойластыр. Музыкалық байқауға әрқайсысы 18 адамнан тұратын 6 топ және әрқайсысы 23 адамнан тұратын 5 топ қатысты. Балалар, біз ары қарай есепті жалғастыруымыз керек. Ол үшін біз балалар сұрақтың 2 нұсқасын қарастырдық. Бірінші нұсқасы. Музыкалық байқауға барлығы қанша адам қатысты деп есепті аяқтасақ болады. Ол үшін әрине барлығын қосамыз. Сонда барлығы 223 адам қатысты. Бұл есептің бірінші тәсілі. Енді тағы да басқа нұсқасын қарастыруға болады. Ол үшін мысалға былай құрастырсақ болады. Бірінші топта екінші топқа қарағанда қанша адамға кем. Ол үшін азайту амалын қарастырдық. Сонда 7 адамға кем болады балалар. Келесі балалар 4-ші есепке қараймыз. Есептік теңдеудің көмегімен шығарамыз. Шағын автобуста 26 орын бар. Концертке баратын адамдар 3 шағын автобусқа тең бөлініп отырғызылды. Концертке неше адам барды? Бұл жерде X өткіміз концертке барған адамның саны. Біз оны теңдеу ретінде былай шығардық. X пен 3-тің бөліндісі 26-ға тең. Белгісіз сан балалар 78-ге тең. Сонда есептің жауабы концертке 78 адам барды. Келесі мына 7-ші есепке қараймыз балалар. 7-ші тапсырмаға. Амалдар таңбасын теңдіктер тура болатындай орналастыр. Жақша қоюға да болады. Біріншісі қарайық.
1 мен 2-нің қосындысы 3-ке тең. 3 пен 3-нің қосындысы 6-ға, 6 мен 4-нің қосындысы 10-ға тең. 10 мен 5-тің айырмасы 5-ке тең. Ал екіншісінде әсінде әуелі мына жақша ішін орындаймыз. Жақша ішінде тағы жақша бар. Қараңыз балалар. Бұл жерде 4 пен 5-ті қосып аламыз. 4 пен 5-тің қосындысы 9-ға тең. Енді екінші көбейту амалы жүреді. 9 пен 3-тің көбейтіндісі 27. 27 мен 2-нің қосындысы 29. 29 пен 1-дің қосындысы 30. Жақша ішін орындап алдық. Енді жақша сыртында 30 пен 6-ның бөлінісі 5-ке тең. Сабақ аяқталды балалар. Каналға жазылып қойды ұмытпаңыз. Және жанындағы қоңыраушаны басамыз.